Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өнерлінің қолы алтын. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мұғалім көмегімен оқылған шығарманы бөліктерге бөлеміз және бөліктерге ат қоямыз. Сонымен бірге мәтіндегі негізгі ойды анықтаймыз. Ол үшін ең алдымен өнерлінің қолы алтын дегенді қалай түсінеміз? Кәне кішкене ой жүгіртейік. Жақсы балалар, ойланып болсаңдар, өз ойымызды толықтырайық. Біздің халқымызда өнерлі өрге жүзеді, жігітке жетпіс өнерде аз деген мақал мәтелдер бар. Яғни өнерлі адамның болашағы жарқын болады, өнерлі адамның қолынан бәрі келеді деген сөз. Енді қазір 10 саусақ өлеңін мәнерлеп оқимын. Мұқият тыңдай қойыңдар. 10 саусақ. Жалғыз саусақ тіпті де, ұстай алмас жіпті де. 2 саусақ бірікті, ине қолға ілікті. 3 саусағым орамды, жүгіртеді қаламды. Өнерлі екен 10 саусақ, қала салсақ, жол салсақ. Өлең сендерге ұнады ма балалар? Яғни жалғыз саусақ пен жіпті де ұстай алмайды екенбіз. 2 саусақ біріксе, ине ұстауға болады. 3 саусағымыз біріксе, әдемілеп жазу жазып сурет салуымызға болады. Ал 10 саусақ біріккен кезде барлық жұмысты тындыруға болады екен. Бұл өлеңді бізге жазып берген Мұзафар Әлімбай атамыз. Мұзафар Әлімбай атамыз бұл балалар ақыны. Және сендер жақсы сүйіп оқитын Балдырған журналының редакторы болып 25 жыл жұмыс істеген. Және өзі соғысқа қатысқан соғыс ардагері. Бұл кісінің балаларға арналған кітаптары өте көп, өлеңдері және сондай қызықты. Бос уақыттарыңда кітапханадан алып оқуға болады. Ал енді келесі тағы да бір 10 саусақ деген өлеңмен танысайық. Бұл өлеңнің де аты осылай аталған, бірақ басқаша жазылған. Алдымен өлеңге назар аударайық. Шаршы топпен жалғасып, күмбірлетіп күй салсақ, ұн пернені дәл басып, ойнақтаған 10 саусақ. Көкте бұлтпен таласқан 15 қабат үй салсақ, көк кірпішін қалаған тегеурінді 10 саусақ. Алма, жүзім, өрікті майыстырып бау салсақ, ауылымызды көрікті ететін де 10 саусақ. Бұл өлеңді бізге жазып берген Шона Смаханұлы ағамыз. Шона Смаханұлы ақын, сықақшы. Бұл кісінің де балаларға арналған көптеген жыр жинақтары бар. Ал енді осы оқыған өлеңдер бойынша тапсырмалар орындайық. Өлеңдерде адам еңбегінің қандай түрлері әңгімеленеді? Өлеңдердің әр шумағына ат қой, өзің қандай мамандықты ұнатасың дейді. Ол үшін ең алдымен өлеңге қайта назар аударайық. Бірінші шумақты мұқият оқып алайық. Шаршы топпен жалғасып, күмбірлетіп күй салсақ, 10 пернені дәл басып, ойнақтаған 10 саусақ. Бұған қандай ат қоюға болады? Дұрыс балалар, күйші деген ат қоюға болады. Көкте бұлтпен таласқан 15 қабат үй салсақ, көк кірпішін қалаған тегеурінді 10 саусақ. Ал бұл шумаққа қандай ат қоюға болады? Бізге биік зәулім үйлерді салып беретін мамандық иелері қалай аталатын еді? Құрылысшы. Өте жақсы. Алма, өрім, өрікті майыстырып бау салсақ, ауылымызды көрікті ететін де 10 саусақ. Бұл шумаққа қандай мамандық иесін қоюға болады? Дұрыс балалар, бұл шумақты бағбан деп атауға болады. Ал енді осы оқылған 10 саусақ деген мәтіндерді салыстырайық. Ол үшін ең алдымен мәтіннің авторына назар аударамыз. Бірінші өлеңді кім жазып еді?
Екеуінің тақырыбы қандай? Негізгі орны қандай? Және 10 саусақ туралы қызықты тіркестерді ойланайық. Ол үшін кітабымыздың, оқулығымыздың 115-ші бетіне және 116-ші бетіне назар аударып, өлеңді тағы бір рет оқып алсақ болады. Енді мәтіндерді салыстыру. Мүмкін сендердің тағы да негізгі ойға 10 саусақ туралы тіркестерге алып қосарларың бар шығар. Авторы мен бірінші өлеңнің авторы Мұзафар Әлімбай, екінші өлеңнің авторы Шона Смаханұлы. Екеуінің де тақырыбы 10 саусақ. Бірінші өлеңде Мұзафар Әлімбай, яғни 10 саусақ біріксе көп іс тындыра алатынын айтады және балаларды достыққа, ауызбіршілікке шақырады. Ал Шона Смаханұлы 10 саусақ арқылы бар мамандықты игеруге болатынын айтады. Қол еңбегінің барлығы 10 саусақ арқылы жүзеге асады. Ал енді тіркестерге назар аударайық. Ине қолға ілікті, жүгіртеді қаламды, өнерлі екен 10 саусақ деп тұжырымдайды. Ал Шона Смаханұлы ағамыз ойнақтаған 10 саусақ, тегеурінді 10 саусақ, ауылымызды көрікті ететін де 10 саусақ деп бізге әдемілеп жырлап беріп отыр. Яғни балалар, мамандықтар түрлері өте көп екен. Мына слайдқа назар аудара қойыңдар. Қараңдаршы, бұдан да басқа көп мамандық түрлері болуы мүмкін. Яғни, өнері бар кісіге байлық өзі келеді. Береке дарып ісіне қиындықты жеңеді. Яғни, осы кезден бастап біз өнерлі болуға ұмтылуымыз керек. Өздерін қалаған мамандық иелері осының ішінде болуы да мүмкін, немесе бұл суретте болмауы да мүмкін. Ал енді балалар, бүгін біз нені білдік, не үйрендік, сендер үшін не жаңалық болды, сол туралы ой жүгіртіп көріңдер. Үйде өздерің қалаған өлеңнің біреуін жаттап ал, немесе екеуін де жаттауға болады, және мен қалаған маман тақырыбына эссе жазсақ болады. Қош, сау болыңдар балалар. Көңіл қойып тыңдағандарыңа көп-көп рахмет.